Сәлеметсіздер ме, құрметті әділ қазылар, ұстаздар және де оқушылар. Алдымен біз өзімізді таныстыра кетейік. Біз Дінмұхамед Қонаев атындағы жалпы білім беретін орта мектеп гимназиясының 5-ші сынып оқушылары Ғалия Нұрайым және Ақботина Айзере. Біздің жобамыздың тақырыбы Біз ағылшынды қалай үйрендік? Бұл жобада біз сіздерге ағылшын тілін қалай тез үйренуге болатындығын айтатын боламыз. Жалпы өмірде оқушылар және олардың ата-аналары шет тілін үйрену қиын деп ойлайды. Оны қалай тез үйренуге болады? Оның өзінің құпиялары бар. Бүгін біз сол құпияларды айтатын боламыз. Назарларыңызға ұсынып көрелік. Біріншісі, тілдік орта. Ағылшынша радио, фильм, музыка, ағылшынша влог қараңыз. Бұл сізге ағылшын тілін дамытуға көмектеседі. Есту арқылы құлаққа қабылдап, автоматты түрде сөйлеп үйренесіз. Дұрыс айтасың, Айзере, сенің ойымен келісемін. Мысалы, мен 3 жасымда болған кезде ағылшын тілін білмедім. Сол кезде мен Like Nurse деген бейнероликті жиі қарай бастадым. Ол кезде есімде жоқ. Ол туралы анам айтып берді. Сол кезде ағылшын әліппесін біліп, сандардың бірден бастап 10-ға шейін сандарды жатқа білген екенмін. Келесі, онлайн кездесу. Skype, Zoom. Ағылшын тілін ана тілі сияқты сөйлейтін адамдарға арналған құрылғы. Келесі, офлайн тілдесу. Ағылшынша білетін сыныптастар, достар, жақын адамдарыңызбен ағылшынша сөйлесіңіз. Сол сіздің ағылшын тілін дамытуға көмектеседі. Мысалы, біз мектептен соң қоңырау кезінде дәліздегі ағылшын тілі мұғалімдермен ағылшынша сөйлесеміз. Hello, how are you? You look so beautiful. Келесі, сөздерді оқып аудару. Дүкенге барған кезде қорап немесе бөтелкелерде ағылшынша олардың қолдану жолдары жазылған. Ағылшынша сөздер көбінесе яғни жиі киімдерде болады. Осыны оқып аударсаңыз, сізге ағылшын тілін оқуға да көмектеседі. Ұқсас сөздерге мән беру. Ұқсас сөздер кейбір кезде ағылшын не орыс тіліндегі сөздерге жиі кездеседі. Мысалы, айтатын болсам, аяттары. Сентябрь, септембр. Стоп, фильм. Смартфоныңыздағы құрылғыларды ағылшын тіліне ауыстырыңыз. Бұл сізге ағылшынша сөздерді оқып аударуға көмектеседі. Мысалы, WhatsApp-тағы жіберу сөзі ағылшын тіліне аударсақ send. Сіз send сөзін есіңізге сақтап, мұны жіберу екенін білесіз. Қайталау. Ағылшынша жаңалықтар қараңыз. Бұл сізге көмектеседі. Ағылшынша жаңалықтарда ағылшын сөздері айтылады. Соны есіңізге сақтап, сіз ағылшын тілін дамытасыз. Осылардың бүкіл айтқан